Бүгін атымызда қандай жылжымайтын мүлік бар, соны біле аламыз. Ол үшін госуслуги бөліміне кіреміз. Каспий.кз приложениесінде жерде цифровые документы жоғары жағында. Содан кейін справки бөлімінде ең жоғарғы бетін бірінші жазылып тұр. О наличие отсутствует недвижимости деген жер бар. Сол жерге өтеміз. Міне, сіздің отбасыңыздың Каспий.кз-де бір жақсы жер, сіздің отбасыңыздың мүшелерінің бәрі осы жерде тұрады. Мысалы, өз атыңызда не бар екенін бар. Былай выбрать дейсіз. Сосын қай қалада екені, мысалы, мен Шымкент қаласы бойынша алып отырмын, получить справку. Сізге мына жерге шығады. Қандай жылжымайтын мүлік бар, атыңызда қай жылы тіркелді, осылай шығады.